Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіндегі мәліметке жүгінсек, Екібастұз өңірінде 20.398 зейнеткер тұрады. Оның ішінде 2812 қарт адам ең төменгі зейнетақы алады. Қарттар күні құрметіне орай сол ең төменгі мөлшерде зейнетақы алушы екібастұздықтар үшін бір реттік ақшалай төлем беріледі. 1 қазан қарттар күніне орай ең төменгі мөлшердегі зейнетақы алушы зейнеткер жастағы азаматтарға бір жылға әлеуметтік көмек көрсету қарастырылған. 1/2 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде 3500 теңге мөлшерінде әлеуметтік көмек ең төменгі мөлшердегі зейнетақы алушы азаматтарға қарастырылған. Ал енді жасы 80 жасқа толған және одан жоғары төменгі зейнетақы алушы азаматтарға 2/9 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде ол 8459 теңге мөлшерінде әлеуметтік көмек көрсетіледі. Зейнеткерлерге тұрақты түрде оңалту орталықтарында шипажай курорттық ем алу үшін әлеуметтік көмек көрсетіліп келеді. Жыл басынан бері ардагерлер үйіне 315, Черноярская жемчужина демалыс үйіне 268 зейнеткер тегін жіберілген.